Ассалаумағалейкум. Мына не ғой? Қараңызшы. Осының бір өңінде не болып кетті бағана. Қисық болып кетті. Бірақ енді соны істегенде дұрыстап істеу керек қой. Ол ана. Енді айтайын дегенім. Ассалаумағалейкум, қыздар елім. Жаңа мына базар түсірдім ғой. Сол енді Рахим Сағынжан ағамыздың базары ғой. Енді айтайын дегенім ол бар ғой бағана. Бұл жерде балдарына тастап кеткен не ғой, мұра ғой. Сағынжан ағамыздың. Енді айттым ғой жаңа. Апамыз Бақыт Шаяхметова маған шешелеткеде сабақ берген жағына бір апайым жайлы жаздым мысалы. Мына асфальт қой мысалы, қараңызшы. Сол жағы бар, оң жағы бар, бордюры. Мысалы, бірақ осыған шүкір да, мысалы да, осыны кезінде Сағынжан ағамыз әкімшілікте істегенде сол үшін салған болатын да. Ойлап қараңызшы, көрдіңіз бе? Бәлен жыл өтті. Енді мына базарды тоже солай істеп жатыр да. Рахим Эдуард Сағынжанұлы өрбітіп жатыр балдарына. Тастап кеткен мұра ғой енді. Енді қысқаша айтып жатырмын ағайындар. Келіп қалдым, сауда жасадым деген сияқты. Осындай саудаларда просто бағана базар салып жатыр ғой. Сол балдар көре бағана қайтты ғой енді ағамыз. Жақсыланайын, нұр тасысын дейді. Енді баласы ғой, тірі кезінде айту керекпіз да. Енді сол базарды жақсы етіп жұмыс жасаса, күшті етіп деген ойда айтып жатқанмын ғой. Мен осылай бара берсең, көре бересің дейді. Жүре берсең, көре бересің дейді. Мына енді қазы көшіп кетті ғой басқа жерге. Енді қазы қайда тұратын білмеймін Эдуардты. Бірақ айтайын дегенім, сол балдары өрбіткен. Жасай берсін базар. Тіркеліңіздер маған. Коля 500. Коля 500. Олай. Коля 4 деген. Коля Алексеевич 4 қой. Мен аккаунтым. Мына асфальтты мына жерге оң жағы бар, сол жағы бар. Салса өше керемет бар.